Қайырлы күн құрметті оқырман, Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге таныстырып айтатын тақырыбым ол балалардағы көкжөтел, яғни коклюш. Қазіргі уақытта барлық балаларда көпшілігінде кездесіп жатқан нәрсе бұл. Және сізде бұның емдеу түрін, оның алдын алуын, бала ауырған жағдайда қалай жағдайын жеңілдетуге болатынын білуге міндеттісіз. Арнайы сіз үшін осы видео роликті мен жолдап отырмын. Сіз лайк басып, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жалпы коклюш бізде балалардың арасында ауа тамшылы жол арқылы тарайды. Оның қоздырғышы бардателла. Бардателла бізде бактериялар тобына жатады. Ол негізгі механизм балада қалай болады? Неге сіздің балаңыз көп тұншығып, лоқсып, құсқанға дейін жөтеледі? Осы нәрсені бүгін мен толық сіздерге түсіндіріп беретін боламын. Сұрақтарыңызды комментарийге видео соңында қалдырсаңыздар болады. Яғни видеоны толығымен көруге кеңес беремін, себебі бұл коклюштың асқынуының бірден бірі ол летальный исход, яғни баланың өліміне дейін алып келуі мүмкін. Соны болдырмау үшін сіз бұндай ақпаратпен ақпараттанған ата-ана болуға міндеттісіз. Коклюш бірінші кезекте ауа тамшылы жол дедік, яғни ауыз мұрын арқылы қоздырғыш бізге баланың өкпесіне, тыныс жолына қарай бет алады. Енді бізде бардателла именно бронхтың ішкі шырышты қабатын зақымдайды. Ол жердегі жалпы шырышты қабатты кептіріп жібереді. Осының салдарынан организмнің как иммунный ответ ретінде бізде бронхқа қарай слизь көп бөліне бастайды. Неге? Өйткені біздің мына бронхтың жаңағы кеуіп кеткен шырышты қабатын қалыпқа келтіру үшін. Бірақ біздегі тыныс жолында отырған бардателла дәл сол бөлінген слиздің барлығын резина тәрізде созылыңқы бізде қақырыққа айналдырады, мокротаға. Ал бізде кішкентай балалар әрине ол кеуде клеткасының дұрыс дамымауына байланысты ол қақырықты толығымен шығара алмайды. Ол как бы бізде тыныс жолында бөтен нәрсе секілді тұрады да, бізде орталық жүйке жүйесіне балаға әрдайым сигнал келіп тұрады, чтобы өкпедегі излишка жаңағы артық нәрсенің барлығын сыртқа отқаркивать етіп шығару үшін. Әрине резина тәрізді созылыңқы қақырық оңайлықпен шыға қоймайды. Осы уақытта баланың қызарып, лоқсып, құсқанға дейін тоқтаусыз жөтелетін көрінісі осыған байланысты болып келеді. Коклюштан қорғанудың негізгі жолы ол екпе. Яғни балаңыз егер сізде көкжөтелге қарсы екпені алған болса, ол нұр үстіне нұр. Себебі екпе алған балаларда ауырады, бізде ауырмайды емес, бірақ ол балаларда салыстырмалы тұрғыда бұл ауру жеңіл өтетін болады. Ал если сіздің балаңыз прививка алмаған болса, бұл аурудың салдары, ұзақтығы бірнеше айға дейін тіпті созылып кетуі мүмкін. Сол нәрсені болдырмау үшін барлық ата-аналарда, барлық балаларда мен екпе алуға шақырам, екпе алуға үгіттеймін. Сол себепті сіздер екпеден еш қорқудың қажеті жоқ. Оның тасымалы, сақталуы, тәртібі барлығы дұрыс болатын болса, ол кезде балаға ешқандай зиян келтірмейді ол екпе. Ендігі кезекте жалпы сіздің балаңыз жарайды, екпе алдыңыз, алмадыңыз, ол маңызды емес. Бұл тақырыпта біздің айтатын нәрсеміз сіздің көкжөтелді жұқтыруыңыз. Сіздің бала көкжөтел жұқтырып алды, оның негізгі белгілері қандай болады? Баладағы көкжөтелдің бастапқы сатысында, яғни инкубационный периодтан кейін начальный периодта, бастапқы сатыда бұл диагнозды қою өте қиынға соғып жатады. Себебі қарапайым респираторлы вирусты инфекция сияқты бронхит, бронхилиттер секілді жөтелден бастап, баланың мазасы болмай, көңіл-күйі болмай жөтеліп басталады. Ал алдағы уақытта толығымен ертерек емді бастаңыз, сол кезде сіз нәтижеге ерте жететін боласыз. Ал енді сіздің балаңызда қандай белгілер болады? Мен жоғарыда атап өткеннің барлығы кездесуі мүмкін. Баладағы мына тыныс, кеуденің төменгі жағынан тартылуы, тынысының қиындауы, жөтелдің қатты болуы, тұншығу, қызару, лоқсу, тіпті баладағы қатты мазасыздық. Бұл белгілер бізде көкжөтелдің белгілеріне жатады. Енді көкжөтелді біз қалай емдейміз? Бала көкжөтел болған жағдайда не қолдансақ біз қателеспейміз. Бірінші кезекте мен жоғарыда да айтып өттім, коклюшты шақыратын бардателла бізде антибиотикке сезімтал, себебі ол бактерия. Антибиотиктердің ішінен біз муколитиктер және аминогликозидтер жақсы көмектесіп жатады. Бұл топқа жалпы гликозидтерге біз амикоцинді, гентамицинді, меркацинді, сол секілді антибактериалды препараттар жатқызамыз. Және азитромицин бізде зипмак,
және суспензия түрінде қазір бізде құрамында азитромицин бар, жасмет секілді препараттар коклюш кезінде жақсы көмектесіп жатады. Оның дозировкасы бала салмағына қарай есептелінеді. Әрине өздігіңізден ем алу балаға зиян келтіруі мүмкін. Ол жерде міндетті түрде дәрігермен бір ақылдасып алыңыз. Екінші кезекте бізде мына бронхты ашу үшін бізде көбінесе бронходилататорлар, яғни ингаляция түрінде бізде пульмикортты бивидуалды қолдансаңыздар болады, және респираторлы ингаляционный антибиотик ретінде флумицил де балаларға қазіргі уақытта жақсы көмектесіп жатыр. Тағы да қайталап айтамын, дозасының барлығын дәрігерден толық сіз сұрап алыңыз, немесе комментарийге жазыңыз, біз мүмкіндігінше сізге көмектесуге тырысатын боламыз. Және одан кейінгі уақытта бізде мына қақырықты шығарып бастағаннан кейін, кеуде более жеңілдегеннен кейін бізде антигистаминді препараттар және синекот секілді мынау кашлевой рецепторлерді блокировать ететін препараттар керемет көмектеседі, баланың жағдайын жеңілдетеді. Және ең соңында мен сіздерге айтатын нәрсе, жалпы коклюштың мынандай целесообразный лечениесі жоқ, этиотропный лечение, чтобы осыны берсең 100% жақсы болып кетеді дейді. Бұл жерде комплексный симптоматическая терапия, яғни баланың жағдайын жеңілдетуге, аурудың жақсару сатысының ерте келуіне біз жағдай жасайтын боламыз. Енді балаңызда коклюшке байланысты қандай да сұрақтар болса, және балаңыз осы аурумен ауырып жатса, мен сізді өз консультацияма шақырамын. Мен Абылай Қалдарбек, Шымкент қаласында Нұрсат 126 мекен-жайында Абылмет медицина орталығында жеке қабылдау жүргізіп, балаңызды алып келсеңіз, толығымен көріп, бағалап, емін жазып, және өз бақылауымызды сіздің балаңызды жақсы қылып беруге мен өз қолымнан келген нәрсенің барлығын аянбайтын боламын. Номерді мен төменде описанияда қалдырамын. Описаниядағы номерге хабарласу арқылы консультацияға алдын ала жазып аласыздар. Сұрақтың барлығы комментарийде жазыңыздар, лайк басып, каналға тіркеліп, менің каналымның ары қарай өсіп өнуіне сіз өз септігіңізді, көмегіңізді тигізіп кетеді деп мен сенемін.